Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін осындай балаларға арнап тәтті гренки жасайтын боламын. Ең алдымен нанымызды осылай қағып турап, бөліктерге бөліп аламыз. Және де үйде нан желінбей қалып жатса, осылай артық қалған нандар болса, осылай жасап берулеріңізге болады. Жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, әбден қант ерігенше араластырып аламыз. Мен бұған ас көк, чеснок қоспаймын, себебі балалар ащыны жемейді. Енді осы массаға нанымызды екі жағын аударып, салып, қызып тұрған табамызға қуырып аламыз. Екі жағын қызартып, осылай қуырып аламыз. Бұны балалар өте қатты жақсы көреді. Міне біздің гренкиміз дайын болды. Ас болсын. Рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін.